Барлықтарыңызға қайырлы күн балалар. Бүгін біз 3-ші сыныптың қазақ тілінің 10-шы сабағын өтетін боламыз. Балалар, ең бірінші бізде жаңа тақырып жанды табиғат туралы мазмұндай аламын. Мәтін және оның түрлері. 38-ші жаттығу ұқсас тақырыпта берілген мәтіндерді салыстыр дейді. Ит жақсы дос. Бір баланың иті болыпты. Баланың аты Талғат, итінің аты Ақтөс екен. Талғат балаларға Ақтөстің пайдасы жоқ депті. Балалар күліп, біздің итіміз жақсы, үйді күзетеді, пайдалы дейді. Бірде Талғат орман ішімен келе жатып, бір қасқырды көріп қорыққаннан айғайлап жібереді. Оны Ақтөс естіп, жүгіріп келеді. Ақтөстің ав деп үргенінен қасқыр қаша жөнеледі. Талғат оның көмектескеніне риза болады. Содан кейін Талғат Ақтөспен жақсы дос болып кетеді. Жыл 12 ай журналынан дейді. Енді келесі балалар бізге тапсырмалар берілген, сол тапсырмаларды орындайық. Мәтіннің атына назар аудар. Ол негізгі ойдың қысқаша атауы екен дәлелдей дейді. Тыңдалған мәтіндегі ақпараттың дұрыс-бұрысын анықта дейді. Яғни бізде астында ақпараттар берілген, сол дұрыс па, бұрыс емес пе мәтінге қарап анықтайтын боламыз. Бірінші, мәтіннің атына назар аудар дейді. Ит жақсы дос. Ол негізгі ойдың қысқаша атауы екен дәлелде дейді. Мәтіннің аты негізгі ойдың қысқаша атауы, себебі мәтінде ит адамның нағыз досы екендігі туралы айтылған, иә. Енді келесі тапсырма, біз дұрыс-бұрыстығын анықтаймыз астындағы жаңағы сөйлемдердің. Ақтөстің пайдасы бар, ол дұрыс. Ит үйді күзетпейді, пайдасыз. Бұрыс. Ақтөс Талғатқа көмектеспеді. Бұрыс. Ит пен адам дос бола алмайды. Ол бұрыс екен, иә, бұлда. Келесі 39-шы жаттығу мәтінді қатесіз әрі көркем жаз дейді. Яғни осы мәтіндерді бізге көшіріп дәптерге жазу керек екен, иә. Ит. Адам баласының ең бірінші қолға үйреткен жануары ит. Ол адамға ең үйірсек жануар. Иттер жоғалған нәрсені табуға өте қабілетті. Олар үй-жайды жақсы күзетеді. Балалар, дәл осы мәтінді тақырыбымен бірге қатесіз жазып аламыз дәптерге, иә. Енді келесі, ит туралы оқылған осы екі мәтінді салыстыр дейді. Ұқсастығы мен айырмашылығында қай мәтінде ит туралы нақты фактілер берілген, қайсысы көркем дейді, яғни қайсысы көркем мәтін дейді. Одан кейін астында суреттегі иттер туралы энциклопедиядан ақпарат тауып оқы дейді. Астында бізде 3 иттің түрлері берілген, сол туралы біз әр жерлерден тауып оқитын боламыз. Ең бірінші балалар, көркем мәтін ол бізде адам баласының ең бірінші қолға үйренген жануары ит. Ол адамға ең үйірсек жануар деген бізде көркем мәтінге жатады екен. Ал ғылыми мәтін иттер жоғалған нәрсені табуға өте қабілетті, олар үй-жайды жақсы күзетеді деген екен, иә, балалар. Енді келесі, суреттегі иттер туралы энциклопедиядан ақпарат тауып оқы дейді. 3 ит түрі берілген. Бірінші, ол бізде тазы. Орташа ғана бойы бар жүйрік ит, жүні тұқыр. Оның есесіне құйрығы мен салпаң құлағының ұшын ұзын шашақты жүн басқан. Басқа аңшы иттерге қарағанда бұлар ақылдырақ, есіне шын берілген, адамға жұғысқыш, ал өзге иттерге өшпенділеу келеді. Өздері өте батыл, әрі орасан жүйрік болады. Екінші, ол бізде овчарка ит екен, иә. Овчарка иттері өте кең тараған қызмет иттері болып табылады. Олар өте жан-жақты, сондай-ақ ауа райының түрлі жағдайларына бейімделуге қабілетті. Батыл, төзімді, бөгде кісілерге сенбейді, сақ, қабаған, иесін жақсы тыңдайды. Түрлі үйрету жағдайына тез дағдыланады. Үшінші, соңғысы, ол бізде төбет немесе Орта Азиялық овчарка, яғни алабай. Орталық Азиядан таралған ежелгі ит тұқымы. Тарихта Орта Азиялық овчарка Орталық Азия жерінен алабай деген атпен шыққан. Қарауыл және қорғаушы қызмет үшін пайдаланылады екен, балалар. Келесі бізде 40-шы жаттығу, төмендегі екі мәтінді салыстыр, ұқсастығы неде, айырмашылығы ше дейді. Бақа құрлықта да, суда да тіршілік етеді, сондықтан оны ғалымдар қос мекенді деп атайды. Бұның бізде ғылыми мәтін екен дәлелде, бұл әңгімелеу мәтіні ме, әлде пайымдау мәтіні ме, өз жауабыңды дәлелде дейді. Және де жұмбақты оқып шешуін тап. Сулы жерді мекендеп, құрлықта да секеңдеп, шыбын шіркей аңдиды, жемге қашан жетем деп.
Балалар, енді бізге осы жерде екі мәтінді салыстыр деп тұр, ұқсастығы неде, айырмашылығы неде дейді. Жалпы балалар, және де тағы да бір тапсырма бар, жұмбақты көркем шығарма екенін дәлелде деп тұр. Балалар, қараңыздар, бірінші ол ғылыми мәтінге жатады екен. Себебі нақты ақпараттар бейнеленген, пайымдау мәтініне жатады екен. Ал екінші ол бізде көркем мәтінге жатады. Себебі бақаның іс-әрекеті баяндалып тұр екен, балалар. Енді балалар, бұл жерде келесі жұмбақтың жауабы ол бақа екен. Яғни жұмбақты көшіріп жазып, ары қарай жұмбақтың жауабын жазамыз. Осымен балалар, бізде сабағымыз аяқталды. Келесі кездескенше сау болыңдар.